Аудио әңгіме өмір сынағы. Авторы Ақнабат Айтуова. О Алла, өзің шеберсің ғой. Сенің құдіретіңнің шексіздігіне шүбәм жоқ. Мен мұның барлығы адамдардың қолынан болды деп көп қайғырдым. Азғындап, тойып секіргендердің жапа шектіргені деп басымды тауға да тасқа да соқтым. Қолымның қысқалығы, жағдайымның жұқалығы менің тоз-тозымды шығарар, өлген жерім осы екен деп едім. Шүкір, шүкір. Көп күттім. Бірақ тәуекелге бел буғанымның арқасында ғана осы күнді тынысымды кеңге жайып, шер тарқасып тұрмын. Осылай деді де, ол жарқырап биікке көтеріліп, көз аштырмай тұрған күнге қарап, сығырайған жүзіме мәз болып балаша, риясыз күліп, артынан терең тыныс алды. Сәл жүдеу жүзінен сабырлылық пен ризашылық байқалып тұрды. Саламат деген бұл ауылдасы 45-тің шамасындағы адам еді. Облыс орталығына көшіп барғанына 2 жылдай болған. Сол 2 жылда қоныс аударғанына өкініп те, бекініп те үлгірген. Ауылдан көшерден бірер жыл бұрын кәрі әке-шешесі 1 жылда бірінің артынан бірі қайтыс болды. Соңынан ерген қарындасы осы ауылға тұрмысқа шығып, бір үлкен әулеттің келіні, ұлды қызды көп балалы ана болып, өз ошағымен өз өміріне дән риза еді. Ағасының балалары үшін қалаға қарай көшіп бара жатқанын естігенде де бір жылап алды. Оның ойында айтқысы келгені, әке-шешенің қара шаңырағын орнында ағасының өзі немесе ұлы отырар деп еді. Енді сатып, басқа біреуге қалай қиып кетесің деген еді. Сөйтсе ағасы қара шаңыраққа тимепті. Неше жылдар бойы банкке салымшы болып, жеңілдікпен қаладан үй алуға мүмкіндік алыпты. Демалыс сайын ауылға кеп, үйімізде аунап-қунап жатамыз. Сендер тек жиендерді жіберіп қарап тұрсаңдар болғаны. Кейін 2 ұлым мен қызым оқуларын бітіріп, қайсысы қалада қалады, қайсысы ауылға келгісі келеді, оны тағы уақыт көрсетер. Жеңген ғой, қалада балдармен бірге болғысы келеді. Өзіміз қарасып отырамыз, бас көз боламыз деп қоймай қойды ғой. Осылайша жалғыз қарындасын да жұбатқан болды. Атадан қалған екеуі бір сырласып, ауыл елге Құран оқытып, үлкендердің батасын алып, ағасын шығарып салған болатын. Алып денелі бойшаң отағасы қалаға келісімен әуелі әйелін жұмысқа орналастырды. Өзі де көп уақыт өткізбеді. Бұрынғы вахталық жұмысына жолға шығып кетті. Келіншегі үлкен қызы мен 2 ұлды бірінен кейін бірі дүниеге келтірген. Барлығы тете өсіп, аралары сырлас, құрдастай болып кеткен, кейде бастары піспей де қалатын. Үлкені қыз бала Даражан, Жетісу университетінде 2-ші курс. Одан кейінгісі ұл Диас, техникалық колледжде 1-ші курста. 3-ші ұлдары Арын, 10-шы сыныпта осы маңайдағы мектепке қабылданды. Үлкен әулетке айналмаса да, ауылдан көшіп келген шағын бір отбасы, оқушысы да, студенті де, қызметтегісі де өз жұмыстарына кірісіп кетті. Әкесі ұлдарымен оңаша қалғанда, мен атадан жалғыз тұяқ, қазір Құдайға шүкір екеуің барсыңдар. Тәтелерің жат жұрттық, ертең-ақ өз теңін тауып кетеді. Содан кейін екеуіңнің кезегің. Біздің отбасымыз үлкен болу керек, ұрпақтарым көп болып өрбігенін қалаймын. Аналарыңның денсаулығы онша емес. Өз-өздеріңе келген соң көп жүріп қалмай, ибалы, тәрбиелі, сосын әлгі аяқ-қолы балғадай маңдайы жарқырап тұрған қызды келін қып әкелсеңдер. Денсаулығы мықты қыздардан дені сау балалар дүниеге келеді. Осы ойларыңда болсын деп тағы шекелеп қоятын. Үлкен ұл әкесінің бұл әңгімесінен қысылып ұялып қалатын. Ал кіші ұл, ой пап, кімді алатынымызды өзімізге қалдырыңызшы? Біз ғой таңдайтын. Сонша тапсырыс жаман кетіп жатыр ғой деп ыржалақтап қойды. Әкесі болса, жарайды, өздерің таңдайсыңдар әрине, бірақ өздеріңе оңашада айтып қойып жатқаным ғой. Біздің ұрпақтарымыз мықты болып өсуі керек деп айтқаннан қайтпайтын сыңай танытқандай болып бөлмесіне қарай кетіп қалды. Әңгіменің шет жағасын естіп қалған әйелі де бөлмесіне кірген соң, қызыңның да ұлдарыңның да өсіп келе жатқанын білем, бірақ біраз жас боп жан-жағына қарасын. Ондаймен әзірге миларын ашпасаңшы, оқуларын бітірсін, адам танып үлгірсін, тым болмағанда мына қалаға үйреніп алсын да. Бұйыртқан қашпас деген кішкентай ауылда жүрген жоқ қой, мына жақта мүмкін кездестірер сыңарларын деп өз ойын білдірген еді. Саламатта, я әрине оқуларын бітірсін, бірақ ойланып жүрсін дегенім ғой, қазір-ақ уақыт деген, қарасайш бізді.
Сенің үйіңнің алдында күтіп шыға ма, шықпай ма деп торуылдап, қабаған итіңнен қорқып, көше жақта дем алмай тұратын ем. Енді міне 3 баламыз, бірінен соң бірі өсіп қалды. Мен олардың балдарының, біздің немерелеріміздің көп болғанын қалаймын. Үлкен әулетке айналсақ деймін. Неге екені өзіне мәлім, Саламат осы ойын әртүрлі әңгімелерге тықпалап, орайын келтіріп, түрлендіріп айтса да түпкі мағынасы үлкен әулетке айналуды мақсат тұтатын еді. Сол үкілеген үмітінің үлкені Даражан қызы 1-ші курста жатақханада жатқан болатын. Қазір міне 2-ші курста өз үйінен қатынап мәз. Жақында құрбыларын да үйге шақырып, өздерінше бір отырыс жасады. Даражан бүгін оқуынан кеш шықты. Жастар орталығы жанынан ашылған спорттық үйірмелерге жазылған еді. Жүзуді жақсы көретін, бассейнге барды. Одан құрбыларымен отырып шай ішуге қалып қойды. Қайтарда күн еңкейіп қараңғылық түсе бастаған. Автобустан түскен бойда інісі Диасқа телефон шалды. Диас, ұйықтап қалмаған шығарсың, алдымнан шықшы, біздің көшенің жарықтары аз, менің қараңғыдан қорқатымды білесің ғой. Диас та ерініңкіреп тұрса да, Даражанды күтіп алуға шықты. Шығып бара жатып мамасына: «Мам, Даражанға айтшы, кешке қалмасын. Я болмаса жігіт тауып алсын, мені мазалай бермей. Оның күзетшісі болып жүрем ба осылай?» деп күліп қойды. «Әкең жұмыста, үйде болса Даражанды бұлай кештетіп жүргізбес еді. Көп сөйлеме, бар да алдынан шық. Бүгін менен сұранып кеткен» деді. Ырғатылып інісі сыртқа шығып кетті. Даражан болса, Диас алдынан шыға қоймаған соң қайта қоңырау шалды. «Алло, Диас, келе жатсың ба? Болса іштез. Мен әлі қорқып келе жатырмын. Мына жол ұзап кетті ғой құрсын. Қасыңда мен жүрсем қалай қарайсың? Қорықпайсың ба?» деп бір дауыс селт еткізді. Жанына жетер-жетпес қатарласа басып кеп қапты. Даражан телефонмен сөйлесіп келе жатып, байқамай қалғанын білді де сәл артына қарады. Жаңа жол жиегінде тоқтап тұрған машинаның жанынан өтіп еді. Есігі ашық қалыпты. Ішінде тағы біреулер бар сияқты. Күліп, дабырлай сөйлеп жатты. Денесі мұздай жөнелді. Жүрісін жылдамдата түсті. Жігіт те мұны байқап: «Оу, қарындас, сонша жылдамдық қосқаны не? Соншама үркіп не болды? Сені осы көшеде күнде көріп жүрмін ғой. Жақында көшіп келдіңдер. Сендердің үйлеріңде менің бір досым тұрады, 3-ші подъезде. Ал сендер 2-шісінде тұрасыңдар. Көшіп кеп жатқандарында мен осы маңайда жүргем. Сені бірден байқадым. Негізі сұлу қыздар бірден көзге түседі ғой. Тоқтамай сөйлейді екен» деп ойлап болғанша Диас та алдарынан шықты. Даражан қуанғаннан «Диас!» деп айқайлап жіберді. Диас жақындай келе: «Даражан, сендер ме? Қасыңдағы кім?» деді. Әлгі жігіт: «Менің есімім Мадияр. Сен Диас болдың ғой. Ал мына қарындастың аты Даражан екен». «Рахмет, мен танысып үлгірмеп едім». «Жақсы, тағы кездесерміз. Сендермен танысқаныма қуаныштымын». Сөйтті де сол орнында қалып қойды. Інісі Даражанның өзін жайсыз сезініп келе жатқанын байқай қойды. «Автобуста таныстың ба? Бұл да студент па? Аты кім?» деді. «Оны ұнатпаған соң маған телефон шалдың ба?» деп інісі болса тергегендей бастырмалата сұрақ қойды. Даражан: «Ой, былшылдай бермей жүрші тез. Мен оны жолда жаңа ғана кездестірдім. Неге екенін білмеймін. Ол маған біртүрлі тым сумаңдап қалған жігіт сияқты көрінді. Енді жолымда кездеспесе екен, маған мұндайлар ұнамайды». «Жарайды, жетіп қалдық қой» деп екеуі үйге кірді. Содан бері әлгі жігіт Даражанға кей күндері таңертең, кейде сабақтан кейін кездесіп қалып жүрді. Жетіп кеп ескі танысындай әңгіме айтып, қасынан шықпай үйіне дейін шығарып салады. 1-2 рет қыдырып келуге де шақырған. Даражан әртүрлі сылтау айтып шықпай қойды. Содан кейін көрінбей кетті. Әкесі де вахтадан келді. Машинасымен қызын, ұлын оқуларына апарып тастап, өзі әрі қарай такси болатын. Күздің бір жаңбырлы суық күнінде Саламаттың отбасына ауыр хабар келді. Даражанның бірге оқитын құрбысы, Даражанды бейтаныс адамдар машинаға салып әкетті деп қоңырау шалды. Саламаттың басына бірер минуттың ішінде бірнеше ойлар келді. Ол кімдер, не машина, біздің қызда не ақысы бар, полицияға хабарласу керек. Тоқтап қалды да, әлде алып қашты ма? Ауылдан келген бейбақ қызын келін қып алуға алып қашқандар ма деп те ойлап қалды. О заманда бұл заман, қазір олай ететін адам жоқ шығар. Қызыма жамандық жасамас екен. Шешелерің әлі келмеді ме? Арын, анаңа қоңырау шал, жұмысы бітсе тез келсін. Осылайша екі кештің ортасында абыр-сабырлары шықты. Үйде екі ұлын қалдырып, әкесі орталыққа қарай шығып кетті.
қай жақтан бастарын әрі қарай не деп ойланарын да білмеді. Жамандық ойлауға дәті бармады. Тек табам, тауып алам қызым, тек аман есен болсаң болғаны деп екі қолымен мықтап ұстаған машинаның рөлін айналдыра қыса берді. Бағана қоңырау шалған дос қызы, сол дос қызы, ол қызда менің телефон номерім қайда жүр? Еңгезерде ер адамның қолдары қалт-құлт етіп, қоңыраулар тізімінен сол қыздың номерін іздеді. Тез тауып алып сөйлескенше асықты. Алло қызым, сәлеметсің бе? Сен Даражанмен оқисың ба? Менің телефон номерімді саған қызым берді ме? Даражанды қашан көрдім дедің? Оны кімдер алып кетті дедің? Не білесің, маған бәрін айтшы. Осылай деді де машинасын жолдың жиегіне қойып, құлағын ұялы телефонға жапсыра тыңдай қалды. Аға, мен өзімде байқамай қалдым. Сол арада кафейнеға кіріп, 2 самса алып шықтым. Даражан сыртта қалған болатын. Өйткені оған біреу қоңырау шалған. Сосын мен сыртқа шыққанымда, әлде бір 2 жігіт Дарашты машинаға салып жатты. Ол маған талып қалған сияқты көрінді. Не дейсің, талып қалған нес? Деді әкесі. Білмеймін, әйтеуір бас салбырап, түсі бозарып кеткен. Мен кафеден шығуға қорқып, қайтадан ішке қарай тығылдым. 2 жігіттің біреуі машинаның есігіне жармасып, біреуі Дарашты өзіне қарай тарта жылжып баратты. Біразға дейін қорқып, соның ішінде тұрып қалдым. Полицияға хабар берем деп телефонымды алдым да, сіздің номердің менде сақталғаны есіме түсіп, сізге хабарластым. Онсыз да жүрегі тілім боп тұрған Саламатқа, сіз сонда Даражанды әлі таппадыңыз ба деп сұрады да, еңіреп жылап жіберді. Сөйтті де, аға, өтініш, менің ата-анам ештеме білмей-ақ қойсыншы, олардың жүрегін ауыртқым келмейді, әсіресе әкем қиналады деді. Саламат бұл кезде басқалардың жағдайын ойлайтындай емес еді. Бірден полиция бөліміне барды. Ондағы қызметкерлер Саламатты тыңдап болып, ұрлап кеткеніне, жоғалып кеткеніне сенімді болсаңыз, барлық мән-жайды айтыңыз. Қызыңыздың телефоны, құжаттарының номері, ерекше белгілері, шашы, бойы, соңғы рет қашан, қай жерде хабарласты деп сұрақтарды қойып, жазып алып отырғанда, Даражанның құрбысының хабарласқан уақытын, оның естіп көргендерінің бәрін хабарлап берді. Демек, куәгерлер бар деңіз. Хабарласуға мекен жайын немесе телефон білсеңіз, онда шақырту керек. Саламатқа полиция бөлімдегілер өте жай жұмыс жасағандай болып көрінді. Әрбір секунд сайын қызының өміріне қауіп төніп жатқандай жүрегі қысылып, көзі қарауытып кетті. Мен кабинеттен шыға тұрсам болады ма? Сәл ауа жұтып келейінші деді де сыртқа атып шығып. Жаман ойлама, ондай ойлардан аулақ бол. Менің қызым аман есен. Мықты бол деп өзін өзі қайрап, қайтадан ішке кірді. Жігіттер, қашан сыртқа шығып іздейміз, жүректі? Даражанның құрбысынан сұрақ жауап алуға бір адам қалса болмай ма? Шығайықшы. Шұқшиып компьютерге қадалып отырғаны басын көтеріп. Аға, уайымдамаңыз. Сіздің арыз түскен бойда бұл ауданда ғана емес, бүкіл республика бойынша бағдар жіберудеміз. Сіздің қызыңыз 18-ге толған, өз еркімен қыдырып жүруі де мүмкін. Құрбысына мүмкін солай көрінген шығар, мүмкін өзі де хабарласар. Есіктен тағы бір жігіт кірді. Телефоны бойынша орналасқан жері көрсетілді. Барып тексеруге рұқсат берсеңіз? Капитан оған, шұғыл жетте хабар бер деп бұйырды. Осы кезде Даражанның құрбысы, әкесі мен анасы кіріп келді. Оның әкесі боп-боз боп түрі қашып кеткендей болып көрінді. Құрбысы, сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Шайзат балым. Өтініш аға, менің әке-шешемді коридорда отыра тұрыңдар деңізші. Мен көрген білгенімді айтамын да шығамын. Маған ере келді, айтыңыздаршы. Мен кішкентай бала емеспін ғой. Анасы, жетер, сұраққа біздің көзімізше жауап бересің. Сосын үшеуміз тез үйге қайтамыз. Мына жерде отыруға біздің де құлқымыз болып тұрған жоқ. Капитан жігіт, Шайзат балам, сіз Өтегенов Шайзаттың қызы екенсіз ғой? Я, ол менің әкем. Ол жазықсыз жала жабылып, сотталып, кейін жеңілдікке ілініп босап келді. Қазір содан жүрек ауруына да ұшыраған. Сол үшін тездетіп айтып шығайын. Сіздер тезірек Даражанды табыңыздаршы. Ол өте жақсы қыз. Ешкімге жамандығы да, артық мінез қылығы да жоқ. Сөйтті де сұрақтарға нақты, түсінікті етіп, көрген білгеннің бәрін тәптіштей айтып берді. Осы кезде бағанағы телефон бойынша орнын таптым деген жігіттен хабар келді. Даражанның ұялы телефонын үлкен жолдың қалтарысында самал жақтан табылыпты. Телефон сынған деген хабар келді. Саламат әрі қарай отыра алмады. Қызым туралы дерек шықса, маған дереу хабар беріп отырыңыздар. Мен өзім іздей беремін. Бүкіл қаланы, барлық көшелерді тінтіп шықсам да қызымды іздеп табамын.
сіздер де қарап отырмассыздар деді де бөлімшеден шығып машинасына отырып Самал шағын ауданына қарай жүріп кетті. Түнімен көзге күдікті деген орындарын қарап шықты. Көшедегі полицияларға да кездесіп көмек сұрады. Оларда бұл мәлімет бар болып шықты. Осы іздеуді бұларда көзден таса қылмайтындарын, жұмыс жасап жүргендерін айтты. Әйелі мен үлкен баласы да телефонды шырылдатып әбден қоңырау шалды. Бастапқыда оларға не айтам, ізін таппай жүрмін деп көтермеген. Өзі шаршап көзі тала бастады. Әйелінің келесі қоңырауында бастырманы басып: «Ау, не дейсің? Мен әлі оны іздеп жүрмін. Әзірге еш хабар жоқ», деді. Бұл кезде Даражан енді есін жиып, денесі дел сал болып көзі қарауытып жатыр еді. Бір жақ денесі үйіп қалғандай, аяқтары семіп, қатты тоңып жатты. Әуелі қайда екеніне, не жағдай болған есіне түсіре алмай есеңгіреп біраз жатты. Көзін ашып оңға қарай басын бұрып қарағаны сол еді. Жүрегі айнып, басы қатты ауырды да қайтадан талықсып кетті. Қасында біреудің сыбырлай сөйлегені еміс-еміс есінде қалғандай болды. Бір кезде қайтадан өз-өзіне келіп көзін ашты. Жатқан жерінен шошынып атып тұрғысы келіп еді. Артқа байланған қолына ирелеңдеп тыпыршып қайта құлады. «Тыныш, тыныш, әйтпесе қазір бізді ұрып кетеді. Шуламай отыру керекпіз», деп қасында сыбырлап бір қыз отыр. Шошынып қалған Даражан көзінен жасы тамшылап: «Бұл не боп жатыр? Біз қайдамыз? Неге байлаулымыз?» деп қалшылдай жылай бастады. Сырт жақтан есікті кілтпен ашып бір жігіт келді. «Ха, қарай көр өзін, есін жиып алыпты. Денсаушылық бар екен, я? Жеп-жеңішке боп алып, азанға дейін ес жимайтын дозақ үйіп ем саған. Бізді мал құсатып байлап қоятын сен кімсің соншама? Босат кәне, жібер мені. Мен саған жетім қыз емеспін. Қазір мені бәрі іздеп жатыр. Менің іздеуім бар, түсіндің ба?» Қасында отырған қыз демалмастан қалшиып қатып қалғандай. Ол да қатты шошынып отырғаны білініп тұр. Әлгі жігіт: «Қымбат тауар болмағаныңда бетіңді тіліп тастайтын ем. Қанымды ішпе, обалың бізге қарызы болғандарға. Бізге солай түстің сұлуым. Әрі қарайғы тағдырың өзіңнің қолыңда. Тыныш отырсаң қиындық болмайды. Өзінше маған әңгіме айтқысы келеді өзі. Қазір тағы ұйықтаймыз, күте тұр», деп шығып кетті де шприцпен қайта кірді. Даражан ыршып орнынан қозғалып артқа шегініп еді. Үстіне отырып алып жаншып талдырып, қолына қайтадан укол салып кетті. Әрі қарай Даражан ес-түссіз қалды. Осылайша таң атып, басқа жұртқа қарбалас тірлік басталып кеткен еді. Саламаттың да үй ішінің де әбден берекесі қашты. Көз ілместен қайтадан көше аралауға шықты. Ескі 2 этажды үйдің маңайына келгенде көз ілініп кетіп, рөлге еге бола алмай жолдан шығып кетті. Машина аударылып кетер мекен деп ойлап та үлгірді. Бірақ тұмсығымен жер сүзе құлаған бұқаша бір айналыңқырап барып, алдыңғы жағымен тіреліп қалды. Жылдамдықты жай ұстап келе жатқаннан осылай жаны қалды-ау. Алдымнан автокөлік шығып қалмағанына шүкір. Жол көлік апатына ұшырайтын едім деп қайтадан жолға шығып алуға сыртқа шығып жан-жағына қарады. Еңкіште төменгі жақта жер үйлер орналасқан еді. Бұрынғы саяжайлардан қалған үйлер. Сол жақтан бір-бірін сүйреп келе жатқандарды көргендей болды. Осы кезде бір адам тоқтап, бұл жаққа көз тіккенін байқады. Саламат та саспады. Екі қолын кере көтеріп, бойы жазып тұрған адамдай кейіп танытты. Сосын машинаның капотын ашып, шұқылап жатқандай, бірақ көзі сол төменгі жақта жүрген 3-4 адамға қарап тұрды. Дереу машинаға отырып полицияға хабар берді де, өзі де оталдырып, айнаға қарап, әлгілердің жолға шығуын күтіп отырды. Бір кезде машина бұл тұратын жолға шықты да, арғы қиылыспен басқа жолға түсіп кетті. Саламат олардың соңынан ерді. Енді машинаның нөмірін, маркасын да анық көрді. Полицияға бұл хабарды да берді. Неге екенін қайдам Құдай сездірді ме, осылардан қалмау керек. Даражан осы оңбағандардың қолында деп, не болса да дайын боп буынып келе жатты. Бір бәлені сезді ме, әлгілер қаладан шыға бере жолсызға ылдилап түсті де машинаны тоқтатты. Бұл кезде Саламат оларға тақалып қалған еді. Машинадан бір жігіт түсті де Саламаттың машинасына қарай келіп қалды. Енді байқады, қолында 1 метрдей темір бар екен. Озбыр неме алдыңғы әйнекті быт-шытын шығарып сындырып тастады. Әкесі есікті ашып шығам дегенше жұлқы тартып, отырған орнында тағы сабалай жөнелді. Әйтеуір өзінің ірі болса да ептілігінен ба, Саламат сытылып, машинадан оны итере шықты да екеуі алыса кетті. Сөйтсе мұның ергенін олар әуел бастан байқапты. Даражанына қорқытып отырып, сұрап,
Оның әкесі екенін біліп алған көрінеді. Дес бермей жығып алып ұрып жатқан жерінен екінші жігіт шығып, Саламатты пистолетпен атып жіберді. Қызының шыңғыра жылағанын естіген ол артқа бұрылғысы келеді, бірақ оны теуіп сол жерге қалдырып кетеді. Көп ұзамай полиция машинаның белгілері бойынша екі адамды да қолға түсіреді. Оларға бірнеше қылмыстық іс бойынша тергеу-тексеру амалдары жүргізілді. Әкесі ауыр жарақат алғанымен өміріне қауіп төндіретін іш құрылысы аман болып шығады. Көп ұзамай сауығып үйіне қайтады. Қиыны сол, Даражан әлсірегені бар, жауыздардың укол салып улағаны бар, өзінің басынан өткенмен әкесін көзінше атқанын көргенде тіптен ақыл есін жоғалтып алады. Ауруханада емделіп, психолог-психиатрлардан 6 айға жуық ем алады. Содан кейін ең жақсы ем өз туыстарымен отбасымен бірге болу ендігі тәуір боп қалды. Сіздердің көмектеріңіз әрі қарай есін түгелмен жиғызады деді. Бұл кезде сотта кінәлілер де толығымен өз қылмыстарын мойындап, әрқайсысы тиісті жазасын алып жатыр еді. Сөйтсе Даражанды торға түсірген баяғы көршің болам, қыдырайық, шығарып салайық деп айналшықтап жүрген Мадияр екен. Ол казинодан ұтылып, иелеріне көп ақша қарыз болған соң, досы екеуі осындай жолға барыпты. Оларда адам саудасымен айналысатын қылмыстық істері бар, тілегенге сұраған, Мадиярдың қарыздан осылай құтылайын, қыздай аруды қолдарыңа табыстаймын. Сендер оларды тезде жөнелтудің жолын білесіңдер ғой, әрі қарай өздерің шешесіңдер, менікі әкеп тастау дегеніне басында оны біраз таяқтап, сабап алса да артынан келіскен екен. Мадиярдың әкесі де осал адам болмады. Ұлының ондай істерінен хабары болмаса керек. Әлде болса да білмегендей болды ма, қылмыстық іске әбден жағаласып, ортаға адам салып, бұлардың есігін қағып, кешірім беруін сұрап, әбден мазаларын алды. Ақыр аяғында Саламат, шындап сұрасаң Құдай да кешіреді. Мен Аллах тағаланың қасында ешкім емеспін. Кешірім күтсең Құдайдан тіле деп есікті жауып алды. Содан кейін ол адам мұны мазаламады. Сотта да бір ауыз сөз айтпады. Сонымен ұйымдасқан топты осылай ұзақ жүріп, тексеріс пен тергеуден кейін біраз нәрсенің беті ашылыпты. Арада тағы біршама айлар өтті. Даражанның туған күнінен ең жақын туыстары мен достары жиналды. Бұл кезде Даражан толықтай айыққан еді. Оның бақытты, шат күлкісін көріп Саламат сыртқа шығып, бір жылап алған еді. Содан бері қызын көзден таса қылмауға тырысты. Сырттай қарап бақылап жүрді. Шүкір, бәрі жақсы, Құдайым бізді енді жақсылықтан айырмашы деп күбірлеп, жалбарынып қойды. Бұл да өмірдің бір сынағы шығар. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болғанына не жетсін. Отбасың мен отаның тірегің де, тілеуің де болсын деген осы екен ау деді.